енді би перформансы болғаннан кейін, бұл эксперименталды жұмыс болғаннан кейін біз көрермендерімізге өзіміз тікелей шыққымыз келді. Сосын олардың зейінін тағы да бір рет осы үлкен пандемияға, үлкен бір оқиғаға бөлгіміз келді. Бұл біздің өзіміздің режиссеріміз, осы қойылымның режиссері Анель Мұрзағұлованың өзінің инициативасы. Бұның ойы да сондай болды. Көрерменге біз тек қана өзіміздің сахнада ғана емес, тікелей өзіміз көрерменге бір қадам емес, 10 қадам жақындасақ деген ой болды. Енді COVID-19 әрине біздің бәріміздің жанымызға ауыр батқан үлкен бір әлемдік масштабтағы оқиға. Бұл шынайы негізінде бір болған оқиғаларға негізделген. Неге болған оқиғаларға? Өйткені бұның авторы жоқ. Бұның авторы әрбір біздің әртісіміз, әрбір біздің бишілеріміз, қоюшы топтарымыз. Сосын бұл қойылымда әртістеріміз тек қана пьесаны ғана ойлап таппай, бұның музыкасына да тікелей араласып, өзі Ақжол Өмірзақов деген актер, композитор, музыкант сол жазды. Анель өзі биші бола тұра, бірінші жұмысы режиссерлік. Бұл жабылып отырып жасалған бір үлкен оқиғаға деген біздің ішіміздегі көркемдік жауабымыз.